Қарағанды өңірінде индустриалды инновациялық даму бағдарламасы жүйелі жүзеге асып келеді. Ағымдағы жылы машина жасау, металлургия, құрылыс салаларын дамытуға бағытталған 25 кәсіпорын іске қосылмақ. 3000 адам еңбекпен қамтылады. Мұндай мәлімет қоршаған ортаны қорғау министрі Нұрлан Қапаровтың Қарағандыда тұрғындармен кездесуі барысында айтылды. Алайда өңірдің экологиясы сын көтермейді. Елбасы өндіріске жаңа технологияларды енгізіп, қоршаған ортаға таратылатын зиянды қалдықтарды азайту қажеттігін үнемі айтып келеді. Өткен жылы ірі өндіріс ошақтарына 12 000 тексеріс жүргізіліп, 9 000 заң бұзушылық анықталған. Экологиялық талаптарды сақтамаған кәсіпорын басшылары әкімшілік жауапқа тартылып, 25 миллиард теңге көлемінде айыппұл салынған. Біз осы жолы барлық аймақтарды аралап шығып, жағдайды саралап алмақшымыз. Одан кейін бюджеттен көлемді қаражат бөлуді сұрап, оны нақты іске бағыттаймыз. Ірі кәсіпорындар ауаны ластаған үшін салық төлейді. Осы салық қоршаған ортаны қалыпқа келтіруге жұмсалуы тиіс. Алайда кейбір әкімдер бұл қаржының 2-3%-ын ғана экологияға бөледі. Сондықтан бұл жерде зерттеп зерделеп алатын жайттар жеткілікті.